Сәлеметсіздер ме? Сіздер 2025 жылдың наурыз айындағы Бәйтерек холдингінің маңызды оқиғалар дайджестін тамашалап отырсыздар. Халықаралық серіктестіктер, қаржылық келісімдер және Қазақстанның әлемдік аренадағы орнын нығайтатын келешегі зор жобалар туралы баяндаймыз. Наурыз айы маңызды қаржылық жаңалықтан басталды. Бәйтерек холдингі Қытайдың ең ірі банкі, Қытай өнеркәсіп және сауда банкімен юань валютасында қарыз тарту жөнінде алғаш рет келісімге келді. 3 наурыз күні қол қойылған бұл келісім валюта тәуекелдерін әртараптандыруға, инвестициялық мүмкіндіктерді кеңейтуге және Қытаймен экономикалық байланысты нығайтуға ықпал етеді. Қаражат Қазақстанның агроөнеркәсіптік секторын қолдауға бағытталады. Бұл өз кезегінде Қытайға экспорт көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Халықаралық ынтымақтастықты нығайту ресейлік серіктестермен келіссөздер арқылы жалғасты. 5 наурыз күні Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінде Ресей Федерациясының сауда өнеркәсіп палатасы вице-президенті Дмитрий Курочкин бастаған делегациямен кездесу өтті. Кездесу барысында өнеркәсіптік өнімді қолдау тетіктері, Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы бірлескен жобаларды қаржыландыру, сондай-ақ құрылыс және агроөнеркәсіптік секторларды дамыту мәселелері талқыланды. Тараптар Қазақстан мен Ресей арасындағы экономикалық байланысты әрі қарай нығайтуға уағдаласты. Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту аясында Бәйтерек холдингі Германияның экспортты қаржыландыруға маманданған АК банк өкілдерімен 7 наурызда кездесу өткізді. Кездесуде бизнеске қолдау көрсетудің жаңа құралдарын тарту, экспорттық операцияларды сақтандыру және қазақстандық экспорттық жобаларды қаржыландыру мүмкіндіктері талқыланды. АК банкпен ынтымақтастық отандық өндірушілерге халықаралық нарықтарға шығуға қосымша мүмкіндік береді. Еуропалық бағыттағы ынтымақтастық аясында Бәйтерек холдингінің делегациясы басқарма төрағасының орынбасары Тимур Онжановтың басшылығымен Испанияға сапармен барып, 8-ші Қазақстан-Испания іскерлік кеңесінің отырысына қатысты. Кездесу барысында келесі маңызды келісімдерге қол қойылды. Қазақстанда аэрогеофизика орталығын құру. Банкі Сантандер банкынан инфрақұрылымдық және энергетикалық жобаларға 400 миллион еуроға дейін инвестиция тарту. Сескемен Қазақстанның экспорттық кредиттік агенттігі арасында экспорттық кредиттерді сақтандыру бойынша меморандумға қол қою. Бұл бастамалар бірлескен инвестициялық жобаларға жаңа мүмкіндіктер ашады. Ай соңындағы маңызды оқиғаның бірі Қытайдың Лихуа компаниясымен кездесу болды. Бәйтерек холдингі Түркістан облысында Орталық Азиядағы ең ірі мақта тоқыма кластерін құру жобасын талқылады. Жобаның жалпы инвестициясы 200 миллиард теңгеден асады. 60 000 гектар алқапта заманауи тамшылатып суару технологиясы арқылы мақта өсіріледі. Инфрақұрылымның бір бөлігі салынған, ал алғашқы өндірісті іске қосу осы жылдың қазан айына жоспарланған. Жоба мыңдаған жаңа жұмыс орнын ашып, елдің экспорттық әлеуетін арттырады. Холдинг ағымдағы жылға арналған негізгі жоспарларын еншілес ұйымдардың қатысуымен өткен стратегиялық сессияда таныстырды. Басқарма төрағасы Рустам Қарагойшин мемлекет басшысының тапсырмаларын, оның ішінде 2029 жылға дейін жалпы ішкі өнімді 2 есеге арттыру жөніндегі міндеттерді орындау жалғасатынын атап өтті. Жаңа қаржыландыру үлгісі бизнес үшін әділ мөлшерлемелерді, кепілдіктерді және жеке инвестицияларды тартуды көздейді. Келесі жылға арналған басым бағыттар өңдеу өнеркәсібін, инфрақұрылымды, агроөнеркәсіптік кешенді және экспортқа бағытталған өндірістерді қолдау. Шағын және орта бизнес үшін тиімді шарттар мен кредитке қол жеткізу қамтамасыз етіледі. 2025 жылдың наурызы Қазақстан үшін халықаралық келісімдер мен жаңа инвестициялық мүмкіндіктерге толы ай болды. Бәйтерек холдингінің өзекті жаңалықтарын біздің әлеуметтік желілерімізден қадағалаңыздар. Кездескенше.